Россия зымырандары балабақшаларды, мектептерді, ауруханаларды қиратып жатыр. Бұл жай ғана соғыс емес, бұл Украин ұлтын жою әрекеті. Енді әділеттікке нақты қадам жасалған сияқты. Львов қаласында 9 мамырда 40 ел Россия агрессиясына қарсы халықаралық трибунал құру туралы декларацияға қол қойды. 2026 жылы сот отырыстары басталуы мүмкін. 20-30 россиялық шенеунік пен генерал айыпталмақ. Кейбіреуіне өмір бойына түрме жазасы қарастырылған. Ал мүліктері тәркіленіп, Украина халқына өтемақы ретінде беріледі. Путин әзірге иммунитетпен қорғалған. Бірақ бұл мәңгі емес. Әділет орнатылады.